Барлық адам әдемі көрінгісі келеді. Тіпті ата-бабаларымызға дейін сондай болған. Ежелгі заманнан адамдар киімді тек қана жуып қоймаған, жуғаннан кейін де оның ұқыпты әдемі көрінуіне назар аударған. Алғашқы үтіктің тарихы киім өндірісі пайда болған сәттен басталады. Дәл осы мақсатта эволюциялық дамудың барлық кезеңдерінен өткен үтік ойлап табылды. Сәл өңделген тастан бастап тік қалыпта бумен тегістейтін және реттелетін қуаты бар заманауи электр қондырғысына дейін. Олардың кейбіріне тоқталайық. Археологтар үтіктің ең ежелгі атасы ретінде жалпақ ауыр тасты атайды. Оның тегіс бетіне сәл дымқыл киім жайылады. Үстіне басқа тас басылып, толығымен құрғағанша осылай қалдырады. Нәтижесінде қатпарлардың бір бөлігі тегістеледі. Ежелгі үтіктің тағы бір түрі – рубель. Бұл соңында тұтқасы бар ағаш тақтайша. Тақтайшаның бір жағы ойлы-қырлы болып, ал екінші жағы тегіс болып келеді. Мұндай үтік екі бөліктен тұрады. Екінші бөлігі оқтау сияқты таяқ. Сол кездегі киім үшін қолданылатын мата өте дөрекі болды. Жуғаннан кейін ол қаққан қазықтай қақиып тұрды. Оны тегістеп, жұмсақ ету тек рубельдің көмегімен мүмкін болды. Үтіктеу процесі келесі түрде өтті. Оқтау сияқты таяқшаға ылғал киім оратылады. Үстінен ойлы-қырлы жағымен тақтайша басылады. Оң қолмен тақтайшаның тұтқасынан ұстап, оны әрі-бері қозғалтып отырады. Ал сол қолмен рубельді басып отырады. Рубельдің ойлы-қырлы жағы осылай матаны әбден таптайды. Бұл жағдайда мата созылып тегістеліп жұмсарады. Үтіктеудің мұндай түрін мінсіз деп айтуға болмайды, бірақ киім әжептәуір ұқыпты көрінеді. Кейде рубель оюлармен безендіріледі. Бұл тек безендіру ғана емес, сонымен қатар сиқырлы қорғаныс ретінде болды. Алғашқы темір үтіктер кейінірек пайда болды. Бұл ішкі қуысына пештен алынған көмір шоқтары салынатын көмірмен қызатын үтіктер. Үтіктеуші үтікті қолына алып бірнеше рет сілтейді. Сол кезде үтіктің тесіктеріне ауа кіріп көмір шоқтары қайта қызады. Соның арқасында үтіктің табаны ысиды. Әрине, мұндай темір үтікпен үтіктеу үшін айтарлықтай күш керек. Жұқа қымбат маталарды күйдіріп алмау үшін температураны реттей білу керек. Көмір үтіктерінің кейбір конструкциялары ауаны жақсы тарту үшін құбырмен жабдықталды. Отта немесе пеште қызатын шойын үтіктер де пайда болды. Мұндай үтіктер ұзақ уақыт өзінің қызуын сақтап тұрды. Сонымен қатар мұндай үтіктердің тұтқасы тым ыстық болғандықтан қолғап кию керек болды. Шойын үтік өте ұзақ уақыт қызады, кем дегенде 30 минут. Сондықтан мұндай үтіктер көп ұзамай жетілдірілді. Олар жұптастырыла бастады. Екі шойын негізіне бір алынбалы тұтқа болды. Біреуімен үтіктеп жатқанда екіншісі қызып тұрды. Сондықтан үтіктеу процесі едәуір жылдамдады. 19 ғасырда үй шаруасындағы әйелдерге Германияда ойлап табылған спиртпен қызатын үтіктер ұнай бастады. Үтікке спирт құйылған металл колба бекітілді. Үтікті қосқан кезде спирт құрылғының ішіне түтіктер арқылы кіреді. Жанған кезде қажетті мөлшерде жылу шығарады. Мұндай үтіктер салмағы аз, тез қызатын, мобильді болды. Бірақ оның бір кемшілігі құны жоғары болды. Сондықтан оны тек ауқатты үйлерде қолданды. Бір шама уақыттан кейін газ үтіктер шығарыла бастады. Олардың жұмыс жасау принципі газ плиталармен бірдей. Үтік жанып жатқан газдан жылытылды. Электр энергиясының пайда болуымен және технологияның дамуымен алғашқы электр үтіктерін шығара бастады. 1882 жылы американдық өнертапқыш Генри Силли әлемдегі алғашқы электр үтігін патенттеді. Үтіктің ішінде электр тоғынан қызатын спираль болды. 20 ғасырда үтіктің дамуы 1 минутқа да тоқтаған жоқ. 30 жылдары электр үтігінің дизайнында маңызды элемент пайда болды. Термостат. Ол температураны бақылап, үтіктің табаны қажетті жылу деңгейіне жеткенде қыздыру спиралін өшіріп отырды. Ал 70 жылдардың соңында үтіктердің табандары өзгерді. Олар алюминийден тұт баспайтын болаттан жасала бастады. Ақыр соңында олар металдан емес, шыны керамикадан жасалды. Жаңа материал үтіктің табанының матаға үйкеліс коэффициентін едәуір азайтты. Бұл үтіктеу процесін айтарлықтай жеңілдетті. Қазіргі заманғы электр үтіктерінде ылғалдандырғыштар бар. Бұл үтіктеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін, бу қалыптастыру үшін қолданылатын кішігірім су құюға арналған қуыс.
Қазіргі заманғы буландырғыштар осыған негізделген. Олар қолдық және едендік болып келеді. Мұнда тік үтіктеу қолданылады. Енді жұқа матадан жасалған киімдері матаға тигізбестен үтіктеуге болады. Сонымен сүйікті көйлегіңізді күйдіріп алу мәселесі жойылды. Көптеген тіпті ең керемет деген үтіктер әрдайым қиын жерлердегі қыртыстарды тегістей алмайды. Мысалы бүкпелерді, желбіршектерді. Буланғыштардың арқасында мұны еш қиындықсыз жасауға болады. Үтіктің тарихы осымен аяқталмағаны сөзсіз. Шынында да үтік жеңіл, эргономикалық, тиімді және қауіпсіз ультразаманауи құрылғыға айналмас бұрын ұзақ даму жолынан өтті. Барлық уақытта бұл үтіктеу құралы өмірді әлдеқайда ыңғайлы ететін адамның шынайы серігі болды. Ал болашақтағы үтік қандай болатынын уақыт көрсетеді.